Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, kazmasterplay арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге JBL компаниясы шығарған Live 300 TWS аталымы бар құлаққаптарды жариялағым келіп тұр. JBL Live 300 TWS ашық, жеңіл дизайнмен тік бұрышты картон коробта жеткізіледі. Пластикпен қорғалған терезесіне ие. Ол арқылы екі құлаққап барлық даңқымен көрінеді. Қаптама тығыз, берік ауыр, қолыңызға алсаңыз, оның ішінде не бар екенін жылдан білгіңіз келеді. Мен өзім осындай керемет шешімді алғаш рет көргеніме артық сөз болмас көрермендер. Менің ойымша, сіз нағыз сымсыз құлаққаптардың не екендігін білетін шығарсыз. Еске салып кетсем, бұл құлаққа салынатын және музыка тыңдайтын силиконды төсеніштері бар екі кішкентай сопақша. Олардың дизайны ерекше және танымал, бірақ инженерлік көз қарастығымен қарастырсақ, мұнда ерекшеліктерден ештеңе көрілмейді. Бірақ та корпустың ішкі жағына мұқият қарасаңыз, құлаққа салынған салынбағанын анықтауыш оптикалық сенсор жасырылған кішкентай мөлдір терезені көресіз. Бұл құлаққаптың біреуін немесе екеуін алып тастағанда музыка ойнатуды автоматты түрде тоқтату үшін қажет. JBL Live 300 TWS корпусы пластиктен жасалған. Қолмен ұстағанда жағымды. Мұндай миниатюрлік өлшем үшін салыстырмалы түрде ауыр. Ішкі жағынан сіз батареяны зарядтау үшін қажет 3 контактыны көресіз. Ал ортасында сенсорлық оптикалық терезе бар. Сыртта үлкен JBL логотипі орналасқан жерде сенсорлық тақта бар. Оның көмегімен музыканы ойнатуды, телефонмен сөйлесуді, сонымен қатар қосымша функцияларды және дауыстық көмекшіні басқаруға болады. Сондай-ақ, корпуста қарқынды дене шынықтыру жаттығулар кезінде құлаққап құлақтан түспеу үшін силикон ілгіштері бар. Егер сізге ұнамаса, қосымша тіреуішті құлаққаптан толығымен алып тастауға болады. Бірақ мен оны қалдырып, қолдануды ұсынамын. Толық зарядтайтын корпусы сапалы тегіс пластиктен жасалған. Төменгі жағында зарядтағышты қосуға арналған USB-C ұяшығы бар. Ұяшық айналасында жарық индикаторы орналастырылған. Ішіне салынған құлаққаптар зарядталған кезде ол жанады. Қолыңызда ыңғайлы жатады. Қақпағы қуатты магнитпен бекітілген. Кездейсоқ ашылмайды. TWS модельдері үшін әдеттегідей корпустың ішінде әр құлаққап отыратын орын магниттелінген. Құлаққаптар тек өз орнына бекітіледі. Корпустың ішінде құлаққаптар арасында көрінбейтін батырма бар. Алайда ол өте пайдалы болуы мүмкін. Егер сіз батырманы 2 секунд басып тұрсаңыз, сол жақ құлақаспап оң жаққа күштеп қосылады. Егер олар қандай да бір себептермен істен алынып тасталғанда автоматты түрде орын алмаса. Егер сіз сол түймені 5 секунд ұстап тұрсаңыз, құлаққаптар қайта жүктеледі. Қазіргі әлемде құлаққап сияқты қарапайым утилитарлы заттың өзінде де күрделі жүйесі бар. Бәсекелестердің барлық ұқсас құлаққаптары осындай функцияға ие болмастығын айта кетсек, артық болмас көрермендер. JBL Live 300 TWS инженерлеріне мың алғыс. Әрине, сіз құлаққаппен телефон қоңырауларын шала аласыз. Ұялы желілер арқылы да, интернетті қолданатын қосымшалар арқылы да шектеулер жоқ. JBL Live 300 TWS микрофоны телефонмен ұзақ сөйлесуге жарайды. Сөйлесу сапасы төмендігімен сұхбаттасушыны ашуландырмайсыз. Егер сіз қоңырау кезінде екі құлаққапты қолдансаңыз, сұхбаттасушының дауысын стерео режимінде естисіз. JBL Live 300 TWS құлаққаптарына Bluetooth 5.0, SBC және AAC кодектері қолданылады. Байланыстың тұрақтылығы көзден 10 метрге дейінгі қашықтықта сақталады. Алғашқы кедергілер шамамен 12 метрде пайда болады және сигнал 16 метр толығымен жоғалады.
Бұл TWS құлаққаптары үшін жақсы нәтиже. Өндіруші құлаққап зарядтаусыз 6 сағат үздіксіз жұмыс істейтінін мәлімдейді және корпустағы барлық батарея қуатын пайдаланған кезде тағы 14 сағатты талап етеді. Жалпы 20 сағаттық жұмыс уақытын ескере отырып, құлаққапты қалыпты пайдалану кезінде аптасына 1 немесе 2 рет зарядтау қажет болады деп ойлаймын. TWS құлаққаптарды ұнататыным, олар маған сирек кездесетін ерекшеліктермен қапталған, және батарея біткенше оларды тыңдай аламын. Ал құлаққаптардың корпусы кішкене үлкен дене болмаса, мен оларды мүлдем сезбейтін боламын. Сонымен қатар құлаққаптар су өткізбейтін және терге төзімді IPX5 сертификатын алды. Жаңбыр және қарқынды жаттығулар кезінде қолданылатын мүмкінділігі бар. Сіз құлаққаптарды толығымен суға батыра алмайсыз. Олар бұл сынақтан өте алмады. Жаттығу кезінде құлаққаптар қаншалықты тығыз болатынын тексеріп көруге шешім қабылдадым. Және мен ең күрделі жаттығулар жиынтығын жасадым. Секіру, итерілу және физикалық тұрғыдан таусылатын жаттығулардың басқа элементтерін қосқанда. 40 минуттық жаттығуда мен оларды ешқашан құлаққа түзетпеуге мәжбүр болдым. Олар таңқаларлықтай сенімді және берік ұсталды. Сондықтан мен оларды барлық спорт пен фитнес әуесқойларына қауіпсіз түрде ұсына аламын. Оң және сол құлаққаптарда JBL логотипі сенсорлық болып табылады. Оның түрту белгілі бір бағдарламаны орындайды. Оң жақ құлаққап музыка және телефон қоңырауларына, ал сол жақ дауыстық көмекшіні шақыру. Ambient Away немесе Talk-Through қосу сияқты барлық қосымша функциялары үшін жауап береді. Talk-Through құлаққап микрофонды қолданып, адамның сөйлеуін ішке жіберетін режим. Сондықтан сіз құлаққапты шешпестен біреумен сөйлесе аласыз. Ambient Away бұл режим дыбысты жиіліктер бойынша сүзгіден өткізбейді. Естіген нәрсені айналасында өткізеді. Егер сіз қалада жолдармен немесе велосипед жолдармен жүрсеңіз, оны белсенді ұстау өте пайдалы. JBL Live 300TWS-ті смартфонға алғаш қосқан кезде меншікті қосымшаны хабарлама түрінде орнату сұралады. Қосымша арқылы эквалайзер параметрлерін, Talk-Through Ambient Away функцияларын басқаруға, құлаққаптың микробағдарламасын және кейбір басқа функцияларды жаңартуға болады. Оның бірнеше мүмкіндіктерін қарастырайық. Егер сіз құрылғыны құлағыңыздан алып тастасаңыз, ол автоматты түрде кідіреді, ал сіз гаджетті құлағыңызға қайтарған кезде ойнату жалғасады. Тағы бір пайдалы функциясы 30 минут ішінде құлаққаптан сигнал келмесе, олар қуатты үнемдеу үшін толығымен өшеді. Құлаққаптың біреуі жоғалған кезде оны табуға көмектесетін функциясы бар. Олардың біреуін басу арқылы сіз екінші құлаққаптан сигнал естіп оны табасыз. Жалпы маған JBL Live 300TWS дыбысының сипаты ұнады. Әндер шырынды, қуатты, динамикалық болып көрінеді. Мен орындаушымен бірге ән айтып немесе билей бастағым келді. Дыбыста аздаған кемшіліктері бар, бірақ жалпы құлаққаптар жағымды естіледі. Қатарынан 5 сағат тыңдағаннан кейін де естуім шаршамады. Бұл қолданылған драйвердің жақсы сапасын көрсетеді. Еске ала келсек, драйвердің көлемі 5-8 мм құрайды, ал жиілігі 20 Гц-тен 20 кГц-ке сәйкес. Маған JBL Live 300TWS құлаққаптары ұнады. Олар стильді, дыбысы жақсы және қосымша Talk-Through және Ambient Away мүмкіндіктерімен жабдықталған. Сіз қаланың қарбалас көшелерімен велосипедші немесе көліктер жақындап келе жатқанын байқап, қауіпті тыныш жүре аласыз. Батареяның қызмет ету мерзімі жақсы деңгейде. Қосымша бекіту және терден қорғаныс оны кез келген спорт түріне батыл ұсыныс етеді. Осы құлаққаптарды алам деушілерге бейненің астына сілтемесін қалдырдым. Тіпті 10% жеңілдік беріледі. Ал бүгінгі шолу бейнеміз аяқталды. Сіздермен болған мен Тілес Нұржанов. Сау саламат болыңыздар.